Майра адамдардан кәдімгідей жасқанатын шығарды. Өзінің болмысында, қанында бар момындығы кейде жүзін еріксіз жерге қарататын. Бұл бір мінез Майраның жанын іштей жегідей жеп жатты. Ол ерекше бір қайсарлықты Нағашбекке қарағанда табатын. Соны көрді екен, ішінен алты басты отауызды айдаһар пайда болғандай дүр сілкініп шыға келетін әдет тапты. Нағашбек саусағы темек түгілі көзімен Майраға қарай алмайтындай дәрежеге жетті. Майра қаласа Нағашбекті итеріп үйден шығарып жібере салатын. Қаласа тамақ бермейді. Соңынан тіпті оның бар жоғына мән бермейтін халге жетті. Бірақ ұлдарының алдында барынша баяғы момын да аңғал Майра болып қалуға тырысты. Мама, мен жегенім арам ба? Неге олай дейсің? Өткенде папам мамаларың арам, асы да арам деп айтты. Сен арам ақша тауып жүрсің бе? Жоқ балам, мен арам ақша тауып жүрген жоқпын. Есейгенде түсінесің. Мама, сені жүргіш деді папам. Папаң айта береді. Мама, ұлдардың сұрақтары көп еді. Балам, сен менімен кетесің бе деді бір күні Майра. Қайда? Біз төртеуміз кетейік, басқа жаққа. Папам ше, ол қалады. Тек төртеуміз кетеміз. Сендер басқа мектепке барасыңдар, ал мен жұмыс істеймін. Мен ақша тапқаным сендерге ұнайды ғой, иә? Қараңдаршы, қандай жақсы өмір сүріп жатырмыз. Ал біз қайда тұрамыз? Кетейік балам. Мен сендерсіз кете алмаймын. Майра ең керек деген заттарын жинап, бір түнде көшіп кетті. Ұлдарының кішкентай болса да өзін қолдағанына, бірге кеткендеріне риза еді. Көп болып жүрген көңілі басылғандай, жаңа өмірді жаңа парақпен бастайтындай көңілмен көшті де кетті. Бұл бір күнде шешілген мәселе еместін. Осылай боларын біліп, іштей сезіп, Майра алдын ала Кәззап Бекке жылап, жалынып жүріп, өзіне көмектесуін, қолдауын сұраған. Айтқанының бәрін істеймін деп табанын сүйген. Бек те көп ойланып жатпады. Ауыл білген соң, өздеріне қысым жасалған соң, ол да Майраның көшіп кеткенін қалады. Таныс тауып, ақалап жүріп, бір түнде Майраны Қазақстанға көшірді де жіберді. Сөйтіп, Нағашбек оғылылар Нағашбековтер боп шыға келді. Майрада сүмірейген, сорлы, момын қалпынан айырылып, тәжіктің астында жатқанда өзгеге қол жайып қарамасқа, өз-өзіне серт беріп, тәні қорланып жатса да, барынша жанын арашалап, қолынан келгенше тиын тебен жинап, жақсы өмір сүру үшін, тыныш өмір сүру үшін бұл танымайтын, бұны танымайтын қалаға көшіп келді. Жылдар өтті. Майра түнгі жұмысын тоқтатпады. Таяқ жеді, алданды. Өзі секілді әртүрлі жолмен келген тағдырластарымен табысты. Полиция учаскесінде жатты. Көп нәрсені көрді. Еркектер тек жұмысым деп қабылдады. Крыша тапты. Байыды. Ұлдарын оқытты, үй алды, көлік мінді. Еркектерді ұнатпады. Бас айналып әлдекімдерге ғашық болмады. Ішімдікке салынбады. Темекі тартып, ішіндегі күйігін басу үшін құмар ойнап, наша шекпеді. Оның күйігін ұлдарының болашағы басатын. Ұлдарым мен көрмеген ең жақсы өмірді көреді деп, өзінің тәнін саудалап күн көрді. Күндіз басқа, түнде басқа адамға айналды. Ешкіммен жақын араласпады. Күндіз Майра, ал басқалар үшін жанар еді. Майра ұлдарым жаман әдеттерден аулақ болса екен деп тілейтін. Расында да ұлдары пысық, алғыр, зерек болып өсті. Майраның үздіксіз төгілген көз жасы сұраусыз қалмады. Мен емес, мені өзгерткен өзгелер деп өзін өзі ақтайтын, ақталғысы келетін. Майра бүгін ұлдарымен бірге ас беріп жатыр. Иә, Нағашбектің аруағына арнап, көшеде қаңғып, арам өлген Нағашбектің аруағына Құран оқытып жатыр. Ұлдары аналарынан ешқашан әкеміз қайда деп сұрамайтын. Өйткені қадірсіз әкеден бұлар да бірге қашқан болатын. Ол күн төртеуінің де есінде қалған. Ұлдар үшін
әке арақ құмар, жалқау, жауапсыз адам болып қала берді. Ал есейе келе аналарының кім екенін білсе де одан жери алмады. Майраның тағдыры осылай бітті. Күнәнің екі түрі болады екен. Бірі кешірілетін күнә, екіншісі кешірілмейтін күнә. Кешірілетін күнәнің қатесі болады, ал кешірілмейтін күнәнің айыбы болады. Майраның күнәсінің кешірілу, кешірілмеуі бір Аллаға аян. Ал сіз бен біз, құрметті оқырман, барымызды бар кезімізде қадірлей білейік. Қадірсіздіктен сақтасын. Сіздермен бірге болған Айсұлу Шпарбекқызы. Менің каналыма тіркеліп, жүрекше басуды ұмытпаңыздар. Келесі жаңа әңгімеде кездескенше күніміз сәтті болсын.